Балалар, барлығыңды бүгін көргенімнен қуаныштымын. Бүгінгі сабағымызды бастайық. Бүгін біз сендермен дүниежүзі тарихы сабағын бастап жатырмыз. Бұл біздің алғашқы сабағымыз, және бұл жерде бізде кіріспе сабақ болады. Ал енді кішігірім өзімді таныстырып кетейін. Менің атым Ермекбаев Ұлықбек Темірұлы. Мен осы сендерде дүниежүзі тарихын беретін боламын. Дүниежүзі тарихы дегеніміз, ол бір жағынан өте қиын, өте ауыр пән, көптеген аттарды, жылдарды білулерің керексіңдер. Бірақ екінші жағынан ол өте қызық, өте ауқымды, өте жан-жақты ғылым. Сол себепті бұл сабағымыз сендерге ұнайтын шығар деген ойдамыз, бұл сабағымыз сендерге қызық болатын шығар деген ойдамыз. Ал мен өз жағынан сендерге қолымнан келгенше осы тақырыптарды түсіндіріп беретін боламын. Енді бірінші біздің сұрағымыз, ол тарих дегеніміз не, оны қалай зерттейміз дегенді, осы сұрақтарды қазір жауап беріп кетуімізге тырысамыз. Сөйтіп, балалар, тарих ол адамзаттың тарихын, өткенін зерттейтін ғылым. Ну и понятное дело, да? Ешқандай бір сұрақ туындамау керек. Не себепті деген сияқты. Бірақ бұл жерде ең маңыздысы ол адамзаттың дейміз, иә? Біз адамзаттың деген кезде, біз бұл жерде көбінесе менен сұрайды балалар. Ағай, не үшін біз динозаврларды өтпейміз? Не үшін біз тағы да басқа нәрселерді өтпейміз деген сияқты. Біз биологиядан басқа нәрсе өттік деген сияқты. Сол себепті балалар, бұл нәрсе өте маңызды. Біз адамзаттың тарихын зерттейміз. Динозаврлар адамнан біраз алдын өмір сүрген. Одан кейін адамдар пайда болған. Сол себепті біз адамзаттың тарихын зерттейміз. Енді адамзаттың тарихы дегеніміздің өзі өте өзекті мәселе. Неге? Себебі ол әртүрлі болған. Бірінші суретте көріп тұрғандай, мына жерде төбе жағында тұрған, ол жерде адамдар бір-біріне көмектесіп тұр, бір-бірімен бейбіт өмір сүріп жатыр. Бірақ өкінішке орай, бізде ондай болған оқиғалар көп емес, аздау. Адамзаттың екінші жағы, тарихының екінші жағы, ол мына екінші суретте, төмендегі суретте көрініп тұр. Ол адамдармен бір-бірімен соғысуы, бір-бірін өлтіруі деген сияқты бір қайғылы оқиғаларға тола. Сол себепті балалар, біз сендермен осы қателіктерді қайталамауға тырысуымыз керек. Сол себепті бізге бұл жерде бізге тарих көмектеседі. Бұл жер түсінікті шығар деген ойдамын. Келесі біздің теориямыз, келесі біздің слайдымыз, бұл жерде окей. Бізде мынандай логика болу керек. Окей, адамның шығу, адамды зерттейді, адамзаттың тарихын зерттейді. Сонда, ал адам өзі қайдан пайда болды деген сияқты. Бұл жерде жалпы адамзаттың білетіні ол 3 теория бар. Біріншісі ол эволюция теориясы, ол ғылыми теория деп аталады тағы да. Екіншісі ол жаратылыс теориясы, ол діни теория. Және үшіншісі ол сыртқы араласу теориясы, бұл жерде инопланетяндар, басқа планетадан келгендер деген сияқты. Кішігірім осы үшеуінде тоқтап кетейік. Эволюция теориясы, или ғылыми теория. Бұл теорияны бәріміз білетін шығармыз. Не үшін адамдар, бұл жерде адамдар маймылдардан шыққан, адамдар эволюция процесінде өзгеріп келген деген сияқты ойға келеміз. Бұл ойдың авторы Чарльз Дарвин, бұл нәрселерді білетін шығарсыңдар. Екінші ол жаратылыс теориясы, бұл жерде көбінесе Аллах тағала адам ата мен Хауаны жаратты деген сияқты идеялар бар. И олардың бәрі басқа діндерде әртүрлі қылып көрсетілген. Үшіншісі ол сыртқы араласу теориясы, бұл жерде өмір деген басқа планетадан алып келген деген сияқты идеялар бар. Қараңдар балалар, бір нәрсені байқайық. Бұл үшеуінің де атауы теория. Ол дегеніміз не? Ол дегеніміз үшеу де тең. Олың осы үшеуінің ішінде еш қайсы біреуі барлық нәрсені толықтай адам қай жерден шықты, қалай шықты деген сияқты сұрақтарға толықтай жауап бере алмайды. Бұл жерде тек қана
бізде бір қандай да теориялар бар дегеніміз ол барлығы анық емес, бірақ приблизительно осындай болған сияқты деген сияқтымыз. То есть кім қалай болды дегенімізді біз анық жауап бере алмаймыз. Бірақ тарих ғылым болған соң, естідіңіз ме, біз адамзаттың өткенін зерттейтін ғылым дедік. Ғылым болған соң, әрине, біз эволюциялық теорияға, ғылыми теорияға сүйенетін боламыз. Сендерде Қазақстан тарихынан осы нәрселерді де кішігірім айтып өтулерің мүмкін. Сол себепті бұл көбінесе қайталануы мүмкін, бірақ сендер осы дүниежүзі тарихының жағынан да бір қарап шығуларың керек. Келесі сұрағымыз. Окей. Біз қайдан білеміз? Адамдар, тарихшылар анық өткенімізде не болғанын қайдан біледі? Оны дәлелдей ала ма деген сияқты. Я, тарих ғылым болған соң, бұл жерде оның дәлелдеуі бар. Оны сен тексере аласың. Если сен олай өте алмасаң, ол ғылымға жатпайды. Сол себепті бұл жерде тарихқа көмектесетін бірнеше ғылымдар бар. Оның ең алғашқысы біз талқылап кететін. Ол антропология. Антропология дегеніміз не? Антропология дегеніміз адамдардың шығу тегін, дамуын зерттейтін ғылым. Антропология деген сөзіміз ол екі сөзден тұрады. Біріншісі антропос, екіншісі логос. Антропос деген сөздің мағынасы ол адам деген мағына береді. Логос деген сөз ол ілім, ғылым деген мағынаны береді. Сонымен екеуін қосатын болсақ, адам туралы ғылым. Бұл нәрсені Қазақстан тарихынан да сендер білулерің керексіңдер, бұл нәрсеге көңіл аударуларың керексіңдер. Себебі көбінесе антропология ол адамның сырт келбетін зерттейді. Мұны осы сырт келбетін зерттеген соң, бұл жерде біз антропологияға көп сүйенеміз. То есть адамның сүйектері қалай өзгерді, адамның өзі қалай өзгерді деген сияқты нәрселерді зерттеген кезде. Екінші біздің ғылымымыз ол археология. Археология деген сөзіміз ол екі сөзден тұрады, я. Ол археос және логос. Логос деген сөзді сендер уже ұғып алдыңдар деген ойдамын. Екіншісі ол археос. Археос деген сөз ол ежелгі деген мағынаны береді. Жалпы археология не зерттейді? Адамдардың өмірі мен тіршілігін туралы заттай деректерді сүйеніп зерттейтін ғылым. То есть заттай дегеніміз не мағына береді? Заттай дегеніміз біздің ол жерде заттар табамыз. Бір қазба жұмыстарының нәтижесінде заттар табамыз. Сол заттар арқылы біз көптеген білім жинаймыз. Кішігірім мысал келтіріп кетейін. Біз археологтар ретінде сендермен қазба жұмыстарының нәтижесінде тастан жасалған еңбек құралдарын таптық. Біз ол бойынша не істей аламыз? Біз оны қашан бұл еңбек құралы жасап шығарылған, не үшін бұлай, қандай материалдан жасаған, қалай жасаған? Мысалы үшін олар тастан жасаған болса, біз оны тастан жасалған еңбек құралдар дейміз. Оның бір жағы үшкірленген болса, екі жағынан үшкірленген болса, өңделген болса, оны біз монофаз, бифаз деп атайтын боламыз. Көрдіңдер ме? Біз сендермен осы бірнеше экспериментіміздің артында біз көптеген мәліметтер біле алдық. Осы археология тарихқа өте қатты көмектеседі. Сол себепті біз археологияға өте көп жүгінетін боламыз. Келесі ғылымымыз ол этнография. Этнография дегенімізде екі сөзден тұратын болады. Ол этнос және графус. Этнос деген сөзіміз ол халық, ұлт деген мағынаны береді. Графия, графус, ол жазу деген мағынаны береді. География тапсыратын болса, болатын адамдар болатын болса, или географияға қызығатын адам болса, география дегеніміз ол жер жазуы деген сияқты. То есть этнография дегеніміз ол ұлт жазуы, болмаса халық жазуы деген сияқты мағына береді. Окей. Ол дегеніміз не? Сөйтіп, этнография не зерттейді? Ол халықтардың әдет ғұрпын, салт санасын, дамуын, ерекшеліктерін зерттейді. То есть, мысалы үшін қазақ халқын зерттеуіміз мүмкін, ол қайдан пайда болды? Мысалы үшін Қазақстан жерінде үйсіндер тұрды, Қазақстан жерінде қаңлылар тұрды, сөйтіп одан кейін түркі халықтары, тайпалары тұрды.
иә, соның арқасында моңғол шапқыншылығы болды, сөйтіп Қазақстанда қазақ халқы пайда болды деген сияқты тұжырымдамаларға келетін боламыз. Бұл нәрсе түсінікті болған шығар деген ойдамын. Келесі біздің бір сұрағымыз, тарихта зерттеу дегеніміз ол өте қиын нәрсе. Неге? Себебі тарих дегеніміз өте ұзақ болған мерзімді қараймыз. И оны бір зерттеген кезде оны зерттей салмайсың. Мысалы, сендерде бір үлкен торт бар дейік, или пицца бар дейік. Кім нені жақсы көреді? Сендерде үлкен торт пен пицца бар. Оны сендер қалай жейсіңдер? Бәрін бүкіл жейсіңдер ма? Әлде оны кішкентай бөліктерге бөліп жейсіңдер ма? Надеюсь, сендер рационалды адамсыңдар, және сендер екінші нұсқаны таңдайтын шығарсыңдар деген ойдамын. Хотя, может быть, араларыңда біріншісінде таңдайтындар да бар шығар. Окей, мұны осындай логикамен ең алғашқы тарихты бірнеше бөлікке бөлуге тырысқан ғалымдардың бірі ол Льюис Морган. Льюис Морган дегеніміз ол тарихты алғашқы 3 кезеңге бөлді. Тағылық, варварлық және өркениеттік деген кезеңге. Біз бұл жерде көбінесе тоқтап кетпейтін боламыз, кішігірім айтып кететін боламыз. Тағылық дегеніміз, кім жақсы білмейтін болса, ол дикость деген мағынаны береді. Варварлық, ол варварство, өркениет, это цивилизация. Сонымен балалар, бұл жерде Льюис Морган адамдардың мәдени тұрғысынан жетістігінен ол осы 3 кезеңге бөлді. Әрине, қазір біз сендермен қолданатын бөлімдер, олар кішігірім басқаша болады. Олар көбінесе бізде мына 4 кезеңнен тұратын болады. Алғашқысы ол ежелгі дүние тарихы. Ол біздің заманымыздан бұрын 2,6 миллион жылдан бастап 476 жылға дейін. Не үшін 476? Бір қандайдыр оқиға болған шығар ол жерде. Бұл жерде өте бір маңызды оқиға болды, ол құл иеленушілік құлады. Осы жерде ежелгі заман, ежелгі дүние тарихы бітеді. Екінші, ол орта ғасырлар. Орта ғасырлардың тарихы ол 5-ші ғасырдан басталады, то есть 476 жылдан деуге де болады. Және 17-ші ғасырдың ортасына. Анықтырақ айтқан кезде ол 1640 жыл. Сонымен қарап отырсаңдар, ежелгі орта ғасырлар ол 12 ғасырға созылған. Бұл жерде не болды? Бұл жерде қандай ерекшеліктер болды? Бұл жерде феодалдық жүйе пайда болуы, феодалдық жүйенің дамуы және феодалдық жүйенің ыдырауы, құлауы орын алды. Осы нәрселерді біз сендермен зерттейтін боламыз орта ғасырда. Одан кейін 1640 жылы Англиядағы революция болады. Ол жерде көптеген өзгерістер алып келеді. Капиталистік жүйе пайда болады. Көптеген индустрияландыру процестері басталады, заводтар пайда болады. Бұл жерде жаңа заман тарихы басталады. Ол 1640-1914 жылдары еді. Келесі 4-ші заманымыз ол қазіргі заман тарихы. Ол 1914 жылдан басталады. 1914 жылы қандай оқиға болды деген сияқты сұрақ. Ол 1914 жылы бұл жерде бізде бірінші дүниежүзілік соғыс басталды. Жалпы дүниежүзілік тарихына бірінші дүниежүзілік соғыстың маңызы өте зор болды. Көптеген өзгерістер болды. Сол себепті біз осы бірінші дүниежүзілік соғысты алатын боламыз. Балалар, феодалдық жүйе не екен, капитализм не екен білмесеңдер, ол қорқынышты емес. Себебі біз оларды келесі сабақтарда талқылайтын боламыз. Сол себепті сендер уайымдамаңдар. Просто осыны біліп отырыңдар. Ол біздің басымыздағы карта болады. Біз ежелгі дүние тарихын өтіп жатырмыз қазір. Сол ежелгі дүние тарихын өтіп болған соң бізде орта ғасырлар басталды.
келесінде жаңа заман тарихы деген сияқты ол біздің кішігірім путеводный картамыз болады. Бұл нәрселер сендерге түсінікті болды деген ойдамын. Енді біз өйстіп бірінші біздің кіріспе сабағымыздың бірінші бөлігін аяқтадық. Енді біз кішігірім ежелгі дүние тарихын талқылап кететін боламыз. Енді бұл сабағымыз біздің сендердің Қазақстан тарихына мен көп ұқсас жері болады. Себебі адамзаттың тарихы практически бірдей басталып, бірдей дамыды. Бірақ одан кейін бір өркениеттер, мемлекеттер, халықтар, олар тезірек дамып кетті. Сол уақыттан бастап біз осындай бір ерекшеліктерін талқылап кетейік. Бірінші, ол адамдардың пайда болу жері. Барлықтарын білетін шығарсыңдар, адамдар ол Африкада пайда болды. Ол былайша айтқанда австралопитек деген сияқты нәрселерді сендер Қазақстан тарихынан білетін шығарсыңдар деген ойдамын. Сөйтіп, біз сендермен қазір ежелгі заман, ежелгі дүние тарихындамыз. Бұл жерде біз сендермен нені айтып кетуіміз керек? Бұл жерде ең бір адамзаттың тарихының ең бір ұзақ кезеңі. Көптеген оқиғаларды өкінішке орай біз білмейміз анық. Қалай болған, не үшін болған? Өкінішке орай, ол уақыт бізден ол нәрсені уақыт тығып отыр. Келесі, біз тағы да не айтып кетеміз? Бұл жерде ежелгі заман тарихының өзінде бізде тарихта, Қазақстан тарихында 3 кезеңге бөлеміз. Ол тас дәуірі, қола дәуірі және темір дәуірі. Оның бөліну себебі адамдар қай материалдан еңбек құралдарын жасап, сол жерден біз осылай бөліп отырдық. То есть тас кезеңінде, тас дәуірі кезеңінде тастан жасады, қола кезінде қоладан жасай бастады, темірден жасады. Қиын емес сияқты. Сөйтіп, ең алғашқы адамдар, қоғамдары адамдардың ол Азия және солтүстік Африкада орын алды. Мына осы жерден бүкіл адамзаттың тарихы бірдей басталды. Бұл нәрселер қиын емес шығар деген ойдам. Бұл нәрселер жалпы былай сендердің кіріспе сияқты болады. Сөйтіп, ең алғашқы адамдардың қалдықтары ол Азия, Африканың территорияларында табылады. Адамдардың ең алғашқы бірге өмір сүргені ұжымы ол тобыр. Не үшін тобыр керек? Тобыр ол саған дух береді, бұл айтқанда. Сенің қасыңда адамдар көп болса, саған аулау жеңіл, қорғану жеңіл, и не так страшно, бұл айтқанда, қорқынышты емес. Сол себепті стенка на стенку деген нәрсе біздің адамдарымыздың, ата-бабаларымыздың ішінде пайда болған сезімдердің бірі, бүгінгі күнге дейін қалып келе жатқан. Сол себепті қасымызда адамдар, достарымыз көп болса, біз смело отырамыз. Достарымыз жоқ болса, жай ғана отыратын боламыз. Келесі, адамдардың ең алғашқы баспаналары ол үңгірлер. Мен ойымша ол как-то интуитивно түсінікті сияқты, и бұл жерде көп нәрсе айтпасақ та түсінікті сияқты. Сөйтіп, Қазақстан тарихынан естеріңде болса, ең алғашқы адамның сүйегі ол Шығыс Африкада, Олдувай шатқалында табылған. Оны ағылшын археологы Лики деген кісі тапқан 1931 жылы. Ол деген нәрсе көптеген ашулардың негізін қалады. Тағы да бір адамзаттың тарихындағы бір маңызды оқиғаларының ежелгі дүние кезіндегі ол мұз дәуірі. Мұз дәуірі дегендеріміз 100 мың жыл бұрын басталды, естеріңде болса 13 мың жыл бұрын бітті. Бұл жерде адамдар үшін ол не берді? Ол адамдарды біріктірді. Естеріңде болса, мұз дәуірі мустье кезеңінде, или орта палеолит кезінде басталды. Бұл жерде 13 мың жыл бұрын аяқталды, ол уже мезолит кезінде аяқталды. Келесі, Томсон деген біздің тарихшы, біздің дегенде жалпы әлемнің тарихшысы, Томсон деген, ол тас дәуірін 3 кезеңге бөлді. Ол біздің танитынымыз палеолит, мезолит және неолит.
Палеолит дегеніміз ол ежелгі тас дәуірі, мезолит дегеніміз ол орта тас дәуірі, және неолит дегеніміз ол жаңа тас дәуірі. Бұл нәрселерді сендер Қазақстан тарихынан білетін шығарсыңдар деген ойдамын. Енді сұрақ туындайды. Мысалы үшін жерде көптеген материктер бар, иә, мысалы үшін. Ол жаққа адамдар қалай түсті деген сияқты. Австралияға, болмаса Америкаға қалай түсті деген сияқты сұрақтар. Сөйтіп, мұз дәуірі біткен соң, жер беті еріп, адамдар постепенно Азиядан, то есть мұз дәуірі біткен соң, олар Азиядан Америкаға өте бастады. Ол ғалымдардың өлшеуі бойынша 25-30 мың жыл бұрын болған. Окей. Олар Америкаға, сонда біз мысал үшін. Давайте подумаем. Если Америкаға барғандарың болса, приблизительно, так, бір 16 сағат ұшасың. Самолет болса, иә? 16 сағат самолетпен ұшу деген, біз еще ұшып барамыз, иә? Ұшақтың тездігі өте жоғары. Ал ежелгі адамдар қалай жеткен деген сияқты. На самом деле, Америка мен Азияның арасы өте жақын. Бір 3-4 километр ма. Так что, ол жерде ғылымдардың айтуы бойынша, олар Беринг бұғазынан өткен. Біз қазір сол жерде тоқтап кетеміз, суретте көрсетем. Мына жерде Беринг бұғазысы былай, то есть мына жақтан Америкаға, солтүстік Америкаға адамдар көшіп барған, және осы арқылы адамдар қоныстаған. Кстати говоря, американдықтар, жергілікті американдықтар, олар шынымен де қазақтарға бір ұқсас жер бар. Мен бір сол Америкада болған досым сол нәрсені байқапты. Сондай бір наблюдение бар. Енді еңбек құралдарына тоқтап кететін болсақ. Еңбек құралдары адам тарихы үшін өте маңызды болды. Неге? Себебі осы еңбек құралдары арқылы адам болды деуге де болады. Адам тірі қалды, және адамды дамытқан осы еңбек құралдарды. Әрине, ең алғашқы еңбек құралдарын адамдар тастан жасады. Ол тастан жасалған еңбек құралдары, ол шапқыш түрде еді. Ол дегенімізде, то есть олар шабуға арналған. Бұл жерде балалар, мына нәрсені кішкене талқылап кетейік. Шабу деген сөздің кесу деген сөзбен айырмашылығына баратын шығарсыңдар деген ойдамын. То есть шабу дегеніміз былай шабамыз, кесу дегеніміз былай кесеміз, нан кескендей. Сол себепті ағылшын тілін кім жақсы білетін болса, чоппинг деген сөз, чоп деген сөздің өзі шабу деген мағына береді. Вот чоппинг дегеніміз осы жерден шығады. Бұл жерде алғашқы еңбек құралдары ол үшкір тастар, шоқпарлар болды. Олар еңбек құралдарын өзінің әдісі соқпалы дейді. То есть тасты басқа тасқа соғады. Соның нәтижесінде мынау біреуі сынады, және ол үшкірленеді. Мына осы арқылы, соқпалы әдіс арқылы олар тастарын үшкірледі. Одан кейін адамның тарихында, адамзаттың тарихында бұл жерде кейінгі палеолитте өнер пайда болды. Өнер дегеніміз, ол жерде адамдар сурет сала бастады, мүсіндер жаса бастады. Мына осының бәрі өнер пайда болды дейміз. Келесі, тағы да бір адамның ең бір басты ойлап тапқан еңбек құралдарының бірі ол садақ пен жебе болды. Ол адамның жеке аңшылығына мүмкіндік берді. Садақ пен жебені естеріңде болса, ол мезолит кезеңде ойлап тапты. Одан кейін осы мезолит кезеңінде 8000 жыл бұрын адамдар жануарларды қолға үйрете бастады. Бұл процесті доместикация дейді. Қолға үйрету, жануарларды доместикация. Вот, қолға үйрету процесі, ең бірінші қолға үйретілген жануар, ол әрине ит. Оны бәріміз білетін шығар деген ойдамын. Келесі мәселе, әлеуметтік өмірінің өзгеруі. Әлеуметтік өмір естеріңде болса, ең алғашқы ұжымдары ол тобыр еді. Бірақ тобырдан одан кейін ру шығады.
кейін бірнеше рулар бірігіп тайпа шығады, тайпалар бірнешесі бірігіп тайпа бірлестіктері шығады. Ол тайпа бірлестіктері шыққан соң бұл жерде мемлекеттер пайда болады. Мына осы нәрсені жақсылап меңгеріп алыңдар. Енді тайпадағы барлық мәселелерді шешу үшін тайпа кеңес шақырады. То есть ол дегеніміз не? Ол дегеніміз мәселені сендерде шешім қабылдау, қандай мәселені шешу керек, қайда барамыз, кіммен барамыз, қалай жүреміз деген сияқты нәрселерді баяғыда ежелгіде адамдар бірігіп шешкен. Бірақ одан кейін адамдар бір бөлігі адамдардың билікті алып қойған. Екіншісі, бұл жерде постепенно барлығының баяғыда рулық меншік болған. Ол дегеніміз не? То есть еңбек құралдары, мысалы үшін руда кім бар, сол рудағы барлығына тиесілі. Бірақ уақыт өте келе ол жерден отбасылық меншік пайда болды. Отбасылық меншіктің арқасында бұл жерде рулық отбасылық меншік пайда болды. Ол дегеніміз уже қандай да бір әлеуметтік жіктелуге алып келеді. Ол дегеніміз не? То есть ол жерде байлар пайда болады, кедейлер пайда болады. Сөйтіп, рулық қауымның орнына көршілік қауым келеді. Ол жерде біз кішігірім сол жерде айтып кетуіміз керек. Қазақстан тарихында бізде рудан кейін тайпа, бірақ дүниежүзі тарихында бізде рулық тайпадан кейін ол жерде постепенно көршілік тайпаға, қауымға көшеді. Ол дегеніміз не? Олар енді туысқан ба, туыспаған ба оған қарамайды. Олар кімнің көршісі, солармен бірге бастайды. Бұл жерде тағы да бір айтып кететін бір жағдай, адамдарда музыкалық аспаптар пайда болады. Олар көбінесе соқпалы, рухани, ішекті болады. Осы нәрсенде айтып кетуіміз керек. Естеріңде болса, мен айтқан едім, кейінгі палеолитте бізде өнер пайда болады деп. Бұл жерде өнердің ең бір адамдарға жақын түрі ол тас суреттері. Тас суреттерін біз петроглиф деп айтамыз. Петроглиф дегеніміз екі сөзден тұрады. Петро және глиф. Петро деген сөзіміз ол тас деген мағынаны береді. Или шатқал, тас дегенге тау деген сияқты мағынаны береді. Глиф дегеніміз сурет. Сөйтіп тас суреті болады, шынымен де былай аударғанда. Мысалы үшін орыстың аты бар, Петр деген. Петр деген сөздің мағынасы ол тас. Ең алғашқы адамдар не салады? Бұл жерде әрине олар аңдарды салады, аң аулағанды салады. То есть аңшылыққа қалай шыққан. Ең бір жарқын мысалдарының бірі ол Орал тауларында мамонттардың суреті қалған. Сол суреттері осыған дәлел болады. Тағы да бір қызық ашулардың бірі, ең алғашқы петроглифтарды ашылғандарының бірі, ол 1879 жылы Саутолла деген археолог Испанияда Альтамира үңгірінде бизондардың суретін тапты. На самом деле, кішкірім дополнительный информация етіп кетейін, қызық болатын шығар сендерге. Бұл жерде Саутолла емес, на самом деле оның қызы ашқан. Саутолла дегеніміз археолог болған. Археологтар көбінесе аспанға қарамайды, олар жерге қарайды. Сөйтіп жерге қарап, ешкім осы бизондардың суретін қарамаған. Сөйтіп оның қызы бір күні от жақса, үңгірдің ішінде қараса, әке қараңыз дейді да, қараса төбеде осындай әдемі бір суреттер тұрған. Ол әрине тарих үшін өте маңызды оқиға болды. Және олар мүсіндер жасайды. Мүсіндерді олар жануарлардың сүйегінен жасайды. Көбінесе олар өздерінің аналық ру болған соң бұл жерде аналарының мүсіндерін жасайды. Балалар, бізде мен қазір айтып жатқан материалдың өзінде сендер Қазақстан тарихынан кішігірім бұл нәрселерді меңгерген шығарсыңдар деп үміттенемін. Меңгермеген болсаңдар, мұқиятты түрде меңгеріңдер, бұл нәрсе керек. Мен сендер біледі деп кішігірім аздау айтып кетіп жатырмын. Потому что бұл жерде ол қайталанады, оны жалпы қайталаудың пайдасын көріп тұрған жоқпын. Тағы да мен айттым, әйелдердің мүсін жасайды. Тағы да бір екінші мүсіндердің бірі ол құдайлардың мүсінін жасайды. Ол құдайлардың мүсінін идол деп атайды, әлде пұт деп атайды.
мысалы үшін мына жерде суретте көріп тұрсыңдар, енді ол кейін пайда болған нелер, бірақ олар алғашқыда құдайларының өзін зерттеп не істесеңдер бір өздерінің құдайларының суретін салып қояды, и соларға әрине табынады. Тағы да ежелгі адамдардың бір ерекшелігі, олар ежелгі өлімнен кейін өмірге сенеді. Ол да бір олардың ерекше бір несі. Және бұл жерде сиқырға әлде магияға сенеді, иә. Магия дегеніміз ол біздің қандай да бір әрекеттеріміз дүниеге ықпал ете алады дегеніміз. Мысалы үшін ақалай мақалай десем жаңбыр жауып кетеді. То есть мен ақалай мақалай деген әрекетім дүниеге ықпал ете алады, жаңбыр жауып алады деген сияқты. Көрдіңдер ме? Міне осы магия әлде сиқыр деп аталады. Енді адамдардың ең алғашқы шаруашылығы ол терімшілік пен аңшылық. Екеуінен бірінші шыққан ол терімшілік, кейін аңшылық шығады. Бірақ уақыт өте келе бұл жерде еңбек бөлінісі пайда болады, және ол екеуі тығыз байланысты болады. Сол себепті кейін терімшіліктен егіншілік пайда болады, аңшылықтан мал шаруашылығы или мал шаруашылығы пайда болады. Егіншілік айттық, иә, егіншілік ол терімшіліктен пайда болады, және оның пайда болу жері ол Кіші Азия. Кіші Азия дегеніміз или алдыңғы Азия деп аталады. Мына алдыңғы Азия дегеніміз бүгінгі Түркия, Иран, Сауд Арабиясы, Сирия деген жерлердің жерлері. Ол бидайды 10 мың жыл бұрын егуден басталады. Ең алғашқы осы жер өңдейтін еңбек құралы ол ағаш соқа болған. Бірақ уақыт өте келе одан кейін тесе пайда болады, ол келесі деңгей болады. Былай айтқанда тесе ағаш соқадан әлде қайда жақсы істейтін болады. Одан кейін қоладан олар тесе жасайды. Қоладан жасаған кейін ол одан қаттырақ болады, және ол тиімдірек, пайдасы көбірек болады. Сөйтіп көбінесе егіншілікпен айналысатын халықтар олар отырыңқы өмір сүреді. Мал шаруашылығы. Мал шаруашылығы бұл жерде аңшылықтан шыққан. Көбінесе ерлер аңшылықпен айналысқан, әйелдер бұл жерде терімшілікпен айналысқан. Бірақ уақыт өте келе ерлердің рөлі аса бастайды әйелдердікінен. Олар егіншіліктер, малшылық және қол өнермен көбінесе еркектер айналыса бастайды. Сол себепті еркектерді көбірек бағалайтын болады. Сөйтіп Қазақстанда тағы да бір ерекшелігі, бізде мал шаруашылығы да, то есть көшпелі өмір салты, былай айтқанда, және отырыңқы өмірде бірге дамыды. Мысалы үшін оңтүстік Қазақстанда көбінесе отырыңқы өмір сүрді, ал орталық және батыс Қазақстанда олар таза көшпелі мал шаруашылығын алып жүрді. Сөйтіп, көшпелі мал шаруашылығы біздің заманымыздан бұрын 2-ші мыңжылдықта пайда болады. Қол өнер. Қол өнер дегеніміз осы 3-ші шаруашылықтардың бірі. То есть бұл жерде 3 шаруашылық бар, егіншілік, мал шаруашылығы және қол өнер. Қол өнер шын мәнінде адамзаттың тарихында өте маңызды рөл атқарды. Неге? Себебі осы қол өнершілер кейін орта ғасырларда қалалардың негізін қалаушы болады. Неге десеңдер, олар көбінесе қол өнершілер саудамен айналысады. Қол өнершілер дегеніміз кім десеңдер, олар мысалы үшін қыш құмыралар жасайды, қолмен жасайтын барлық нәрсе, ол киімдер тие алады, қару-жарақ жасай алады деген сияқты нәрселердің бәрін қол өнершілер жасайды. Оны енді жасаған соң оны сату керек. Сол сату процесі ол саудамен айналысады. Ол жерде көбінесе айырбастау болған. Сол себепті одан кейін осы нәрсе қалалардың пайда болуына өте үлкен ықпал етеді. Қалай екен біз оны орта ғасырларға кейінде зерттей бастаймыз. Келесі теңсіздіктің пайда болуы. Сөйтіп балалар, сендермен біз айтып жаттық, әлеуметтік жіктелу пайда болады. Және бұл жерде патриархат кезінде жеке меншік дами бастайды. Жеке меншік дегеніміз сонда мынау нәрсе, мысалы үшін, мына телефон маған тиесілі деген нәрсе. То есть ол менің телефоным. Сен келіп менен алып қоя алмайсың. Алып қойсаң, мен ертең полицияға заявление жазамын, ол шынымен де Ұлықбектікі деп сенен қайтып береді, и сені, может быть, жазалайды.
сол себепті бұл жерде жеке меншік пайда болған соң әрине біреулердің заттары көбірек болады, біреулер ақылдырақ болады, біреу хитрее, умнее, сөйтіп біреулер байып кетеді, а біреулер кедей болып қалады. Жалпы соғыстың барлық себептері ол осы байлық. Соғыста көсемдер пайда болады, иә? То есть көсемдер қолбасшы болады. Биліктерді постепенно осылай алып қояды. Бірінші көсемдер келеді, одан кейін билікті бергісі келмей қалады. Одан кейін патшалар, иә, олардың кейін орнын басатын көсемдердің, олар патшалар. Бірақ ең басты себептері олар байлық. Соғыстар тек қана басқа біреумен соғыспайды. Өкінішке орай өзара соғыстарда өте көп болады. Тағы да бұл жерде осы соғыстардың нәтижесінде бұл жерде ақсүйектер пайда болады. То есть ақсүйектер пайда болады және қара сүйектер пайда болады. Ол деген қарапайым халық пайда болады және оны басқаратын адамдар пайда болады дегенбіз. То есть бай адамдар мен кедей адамдардан басқа бұл жерде беделді, билік жүргізетін адамдар пайда болады. Тағы да бір маңызды момент ол металл игеру. Адам ең алғашқы рет металлды 9000 жыл бұрын алдыңғы Азияда меңгерді. Алдыңғы Азияны біз егіншіліктің ең алдында меңгерген дедік, иә? Что-то осы алдыңғы Азияда көптеген оқиғалар болып жатыр. Олар что-то слишком активно развиваются, иә, байқаған болсаңдар. Окей, адамның ең бірінші меңгерген металы ол мыс. Осы мыстың арқасында адамдар постепенно темірді, одан кейін қоланы меңгере бастады. Мыс дегеніміз өкінішке орай өте жұмсақ металл. То есть мыстан нені істеген болсаңдар, то есть это медь, иә, орысшасы, медная проволоканы көрсеңдер, оны майыстырып, бәріне жасай аласыңдар. Ол өте-өте жұмсақ металл. Бірақ мыспен қалайын араластырсаңдар, бұл жерде қола пайда болады. Қола, ал енді ол қола қаттырақ, одан көптеген нәрселерді жасауға болады. Сөйтіп, Еуразиядағы осы қола дәуіріндегі ең бір ірі мәдениеттер, Қазақстан тарихынан да білетін ең бір ірі мәдениеттер ол Андрон мәдениеттері. Осымен балалар, бүгінгі біздің сабағымыз, кіріспе сабағымыз, иә, аяқталды. Сендерге барлық нәрсе түсінікті болған шығар деген ойдамын. Сұрақтарың болса, бізге хабарласыңдар, мен сендерге көмектесуге дайынмын. Келесі кездескенше сау болыңдар.